кезінде Акбар деген сұлтаны осыны салуға бұйрық берген екен. 1573 жылы осы фортты салған екен. Қазіргі уақытта бұл ескі қамал ЮНЕСКО-ның қорғауына алынған екен. Мына аркаларды көрдіңіздер ме? Қандай әдемі, иә? Кім ойлаған Моңғол империясынан кейін осындай бір керемет сәулет ғимараттары болады. Осы Индия елінде олардың Тадж-Махал сияқты көптеген жақсы ғимараттары қалған. Қазіргі күнге дейін мұра болып қалып жатыр. Осы аркалардың барлығының симметриясы әлі күнге дейін бірдей деп айтады. Бір жерде 1 миллиметр, сантиметр кетіп қалуы мүмкін ғой, бірақ дәл осылардың симметриясы әлі күнге дейін білмейді екен, қалай жасаған, қалай істегенін. Дәл нақты ғалымдар міне осылай істелді деп айта алмайды екен, себебі олардың барлығының өте аса бір үлкен дәлдікпен жасаған екен.